Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз 2020 жылғы шыққан «Опасный соблазн» деген кино жайында айтатын боламыз. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Дерек Тейлор колледждің бұрынғы баскетбол жұлдызы. Ол досы Райф Грайммен бірге Лос-Анджелесте спорттық агентство ашқан еді. Досы Райф компанияны сатайық дейді. Дерек одан бас тартады. Дерек жұмыс сапарымен Лас-Вегасқа келеді. Сонда бір қызбен танысып, оған есімім Дэрен Сиэтлдемін деп алдайды. Екеуі билеп, сол түні екеуі бір төсекте оянады. Дерек Лос-Анджелеске оралып, әйелмен сөйлеседі. Кенеттен үйіне қарақшы келіп, Деректі ұрып қашып кетеді. Дерек полиция шақырады. Детектив сұрақ жауапқа келгенде, Лас-Вегастағы кездескен әйел болып шығады. Әлгі әйел Дерекке ымдайды. Дерек оған мазасызданады. Валерия бұл детектив әйел. Бос уақытында бұрынғы күйеуі жергілікті саясаткер Картер Хейвудты аңдып жүреді. Одан қызын қайтарып алмақшы, бірақ саясаткер оған жол бермей жүр. Валерия Дерекке сенің әйелің досыңмен көңіл қосып жүр. Кеше үйіңе келген қарақшы сені өлтіргісі келген дейді. Дерек қатты ашуланып досымен әйелінің үстіне барады. Қорқытып жүзігін лақтырып кетеді. Келесі күні Деректі бөлімшеге алып кетеді. Валерия кешегі сен барған жерде сенің досың мен әйеліңді өлтіріп кетіпті. Басты күдікті сенсің деп оған жала жабады. Дерек оларды өлтірген Валерия екенін біліп қалады да, оны достарына айтып береді. Достары Валерияның үйіне кіріп, мойныңа ал деп, бірақ Валерия олардан сытылып шығып, Деректің екі досын өлтіріп тастайды. Валерия Дерекке шарт қояды. Саясаткер Картерді, яғни бұрынғы күйеуін, өлтіріп қызымды қайтарсаң, сені ақтаймын дейді. Сосын Дерек Картерді атып өлтіреді. Дерек Валерияға келгенде, Валерия оған бәрін мойнына алады. Досының әйелін екі досын өлтірген мен кім қызыма бөгет болса, бәрін өлтіремін дейді. Сол сәтте екеуі бір-бірімен атыса кетеді. Ең соңында алған жарақаттарынан сол жерде көз жұмады. Дерек өлер алдында Валерияның барлық сөзін диктофонға жазып қалдырған болады. Оқиға болған жерге полициялар асыға кетіп бара жатады. Кино осы жерден бітеді. Кинодағы жағдайға айтарым, танымайтын адамнан сақ болу керек. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.